Кез келген макияжды бастамастан бұрын бетті тазалап сүртіп аламыз. Мицеллярный сумен немесе лосьонмен бетке арналған. Мұрынның тұсын жақсылап тұрып сүртесіздер. Көздің астын, көздің үстін қатты баспайсыздар, өйткені ол жерде кожаңыз тонкий болғаннан кейін қатты басуға болмайды. Мен мынандай мицеллярный су қолданамын, гарнирский өте жақсы. Енді бетті тазалап алғаннан кейін база жағамыз. База дегеніміз макияждың астында тұратын крем. Егер де бұндай базаңыз, креміңіз болмаса, жай ғана дневной крем қолдансаңыз болады. Кисточкамен немесе қолмен жақсаңыз болады. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес, бүкіл бетке жағасыздар. Базаны жағып болғаннан кейін тоналканы жағамыз. Енді кисточканың ұшына алып, беттің төменгі жағынан бастайсыздар. Осылай басып жағасыздар, бүйтіп жақпаңыздар, өйткені беті айғыз болып жағылып қалады тоналка. Сол себепті басып, плавно жоғары қарай шығасыздар. Ерінің үстіне де жағып жіберсеңіздер болады. Қазір помада жаққан кезде керек болады бізге. Мұрынның тұсына келген кезде мына жерге X тәріздес движениемен жағасыздар. Былай өткетсеңіздер, мына ойынқы жағына жағылмай қалады. Сол себепті X тәріздес движение жасайсыздар. Қайтадан жоғары қарай кетесіздер. Көздің астына кисточкада қалған тоналканы жағасыздар. Себебі бұл жерде кожа жұқа болғаннан кейін көзге көрінбейтін әжімдер көп болады. Көздің астына көп жақсаңыздар, өздеріңіз байқаған шығарсыздар. Әжімдердің бәрі, жоқ әжімдердің бәрі шығып кетеді. Сол себепті кисточкада қалған тоналканы сол жерге жағамыз. Одан кейін маңдайға жағамыз. Маңдайға екі жаққа қарай жағасыздар. Мына жақ төменнен жоғары қарай болса, маңдай екі жаққа қарай жағылады. Кисточкада қалған тоналканы шаштың арасына, құлақ тұсына, мойын жаққа қарай жібересіздер. Себебі мынандай сіздерде эффект маски болмау керек. Плавный переход болу керек. Кисточкада қалған тоналканы көздің үстіне жағамыз. Осылай екінші бетінде тура осылай жағып шығамыз. Енді тоналка жаққаннан кейін пудра жағамыз. Менде мынандай Airspun деген рассыпчатая пудра. Сіздер қандай пудра бар, сонымен қолдана беріңіздер. Компактный пудра болсын қандай. Бұл беттегі жылтырды алып тастау үшін жағылады. Қатты көп жақпаңыздар. Егер де кожаңыз құрғақ болса, онда пудраны мейлінше аз қолдануға тырысыңыз. Себебі одан ары қатты құрғатып жібереді бетіңізді. Тіпті даже жақпай қойсаңыз да болады. Екі бетіне де осылай жақып шығамыз. Енді беті дайын. Бізге енді бетінің коррекциясын жасаймыз. Қараңыздар. Кішкене жымиыңыз. Жымиған кезде мынандай адам бетіне томпақтық пайда болады. Осы томпақтың үстіне қазір румяна жағамыз. Бірінші, одан кейін корректор жағамыз темный. Мұрынға екі саусақ жеткізбей, томпақтың үстіне румяна жағасыздар. Қатты төмен түс кетпеңіздер, қатты жоғарыда шықпайсыздар. Тура осы тұсқа жағасыздар. Қатты жабыстырмай, кисточканың ұшымен қана. Кисточкада қалғанды мұрынның ұшына, кішкене иектің астына, одан кейін жерге самайға жағасыздар. Бұл не үшін? Адам қыстың күні қатты бір суық болған кезде, үйге тоңып келген кезде бір свежий болып тұрады, бет сонда эффект береді. Румянаны осы тұстарға жақсаңыздар. Егер де бұлай ұнамаса, онда тек қана бетіңізге ғана жағып қойсаңыз болады. Екінші бетіне тура осылай жасаймыз. Румяна бізде персиковый оттенок алсаңыздар болады. Прямо қатты розовый алмаңыздар. Розовый персиковый болады. Менде Нюкс деген фирманыкі өте жақсы. Жағылғанда да пятна болып жағылмайды, ровно жағылады. Соған да мән бересіздер. Румянамызды жағып болдық, енді темный корректор жағамыз. Мынау бізде корректор. Мына жақта темный корректорлар, светлый и хайлайтер барлығы бірге. Қазір бұны бетінің формасын шығаруға жасаймыз. Бағана румяна қолданған кисточкамды қолданам. Себебі переход ровный болу үшін. Үш түсті араластырамын. Енді қараңыздар.
Бұл жерде мына құлақтың біткен тұсынан мұрын мен еріннің тұсына бүйтіп визуально сызық жүргізесіздер елестетіп. Сол жерге мынандай линия жасап аласыздар бірінші. Бұл линия төмен түсіп кетпеу керек, а то бетіңіздің формасы жаман болып кетеді, бетіңіз одан ары төмен қарай салбыратып тастайсыз. Осы линиядан жоғары шығуға болады, бірақ төмен түсуге болмайды. Осы бойынша кішкене растушевка жасайсыздар. Прям қатты қап-қара, қатты роп-розы болып тұрмау керек румяналарыңыз. Бәрі плавный растушевкасы бар, линиялары четкий емес, как будто бетіңіз осы сондай формасы әдемі сияқты көріну керек. Скулысын шығарғаннан кейін самайына жағасыздар, бағана румяна жаққан жерге. Одан кейін екінші подбородокты алу үшін ішінен сыртына қарай жағасыздар. Даже второй подбородок болмаса да, мына линияны подчеркивать ету үшін осылай жағып шығасыздар. Содан кейін, егерде маңдайыңыз кең болса, шашыңыздың арасына жағасыз. Егерде маңдайыңыз кішкентай болса, онда былай жоғары жаққа жақпайсыз. Өйткені сіз зрительно тағы да маңдайыңызды кішірейтіп жібересіз. Бетінің екінші жартысына тура осылай істейміз. Одан кейін мұрынның қырын шығарамыз. Міне бетінің коррекциясын біттік. Енді мұрынның одан ары әдемі болу үшін ортасына хайлайтер жағамыз. Хайлайтерге бөлек кисточканы ұшымен алып, мұрынның екіге бөлгендегі астыңғы жағына тура ортасына хайлайтер жағамыз. Сол кезде четкость пайда болады. Бұл хайлайтерді бағана жаққан темный корректордың жоғары жағына да жағамыз. Еріннің үстіне, ерінге припухлость береді. Одан кейін қастың астына жағамыз. Екінші жағына да тура осылай істейміз. Енді қасын боямыз. Қас бояу үшін андай тень аласыздар, Kylie Girl деген. Бұл жерде 3 түрлі палитра бар, бірақ қас бояғанға темно-коричневый цвет қана істетеді. Қара, сұр түсті тенмен бояуға болмайды. Одан кейін бізге мынандай 3 кисточка керек. Біреу қас бояғанға, тарағанға және астын жөндегенге. Онда бастайық қасты бояуды. Қараңыздар, мына кісінің қасы дайын тұр. Егер сіздің қасыңыз жоқ болса, көздің мына біткен тұсына кисточканы түзілеп қойып, қастың ең жоғарғы нүктесін тауып аласыздар. Ол міне мынау. Одан кейін сол астын белгілейсіздер. Астын белгілеп, ұшын сызасыздар бірінші. Ұшын сызған кезде слишком қатты төмен түсір жібермеңіздер, слишком қатты көтермеңіздер. Ұзартпаңыздар, орташа бәрін жасаңыздар. Себебі қатты төмен түсір жіберсеңіздер, сіздер визуально көзіңізді бүйтіп төмендетіп жібересіздер. Қатты жоғары көтеруге де болмайды, ол нормаға сәйкес келмейді. Ұшын бояп алғаннан кейін алдына қарай жүресіз. Алдыңғы жағын бояйсыздар. Мен екінші жағы қасымды дайындап қойдым, бояп сіздерге көрсету үшін. Қазір осындай қасты сіздерге салып көрсетемін. Одан кейін мына тұстары екеуі теңдей болу керек. Қастың алдыңғы жағы ұшына қарағанда цветі кішкене ашығырақ болады. Переход болады. Мына жақтан светлый, ұшына бара-бара темный болады. Тоже ширинасына алдыңғы жағы жуандау, ұшына бара жатқан кезде уже ұшында тонкий болады. Сол ережені сақтаңыздар. Мына кисточкамен қасымызды бояғандағы артық теңдерді алып тастаймыз. Бері қарай тарасаңыздар, қасында өзінің түгі жақсы тұрады, сосын более естественно болып көрінеді. Кері тараған кезде, былай емес, кері. Енді қазір қастың формасын әдемілейміз, ол үшін мен тоналка қолданам. Себебі тонмен бірдей цвет болу үшін. Астыңғы жағын ғана слишком қатты четкий жасамаңыздар. Кейде болады қисық сызылып қойған артықсыз линиялар болады, соны осы тоналкамен алып тастасаңыздар болады. Осы астының үш жағын ғана әдемілейсіздер, алдыңғы жағына, жоғары жағына қатты тиісіп. Слишком четкий қас жасап керек емес. Одан кейін тоналкаңызды астына қарай растушевка жасайсыз. Міне біз беттің формасын жасадық, қасымызды боядық. Қазір енді подводка сызамыз. Одан кейін, егер де сізде кірпіңіз жалғанбаған болса, тушпен кірпіңізді бояй саласыз. Енді қазір көзіне подводка жағамыз. Мен анда гелевая подводка қолданам. Сіздер карандаш түрінде де қолдансаңыздар болады, қандай ыңғайлы, сондай.
желевой подводка қолданатын болсаңыздар, мындай арнайы кисточка керек болады. Мындай болса бастайық. Қазір подводкамызды сызамыз. Ол үшін сіз айнаға тура қарайсыз да, бірінші ұшын шығарып аласыз. Ұшы слишком жоғары, слишком төмен болмау керек. Қожаңызды тартпайсыз, осылай өз еркімен тұру керек. Қысқа ғана шығарып аласыз ұшын. Төмен істесеңіз, көзіңіздің взгляды грустный болып қалады. Слишком жоғары көтерсеңіз, ол да дұрыс емес. Кішкене ғана шығарып алдыңыз. Енді ақырындап көзіңізді жұмасыз, немесе төменге қарайсыз. Одан кейін мына ұшына қойып, былай қарай, алда қарай созасыз. Мына жағын бояйсыз. Ұшын, егерде қабағыңыз жоқ болса, толық бояудың керегі жоқ. Егерде қабағыңыз бар болса, онда толық бояп шықсаңыз болады. Бүкіл көздің ұзындығы бойынша. Көзіңізді ашыңыз. Көрдіңіздер, кішкене ұшын ғана шығарды. Біздің модельдің қабағы бар, сол себепті мен қазір мына ішкі уголокқа дейін бәрін толыққанды бояп шығамын. Қараңыздар, көзіңізді жұмыңыз. Енді алдыңғы жаққа қарай созамыз подводкамызды. Кірпік өсетін жермен арасымен бояйсыздар. Қатты қалың қылып керек емес, жіңішке қылып. Басында қолыңыз үйренбеуі мүмкін, одан кейін күнделікті бояна берсеңіз, қолыңыз тез үйреніп кетеді. Ашыңыз. Төменге қараңыз, мен жаққа қарай. Мен ашқы жағын бояйын. Ашыңыз. Міне біздің подводкамыз дайын болды. Сәл-сәл мына жеріне кішкене қосса болады, тағы да қалыңдықты. Көзіңізді жұмыңыз. Егер сіз бірден подводканы ұзын қылып, қалың қылып сызсаңыз, жөндей алмайсыз. Қайтадан өшіріп бояу керек болады. Ал егер де қысқа қылып бастап, жіңішке қылып бастасаңыз, онда керек жеріне өзіңіз қосып отырасыз. Көзіңізді ашыңыз. Енді әдемі болған сияқты. Екінші көзінде тура осылай бояймыз. Қараңыздар, бетін бәрін бояп болдық. Енді ернін бояймыз. Ерін бағана айттым мен, тоналка жағып алу керек деп. Тоналкаңыз кетіп қалса, тағы да жағып жібересіздер үстіне. Себебі тоналка жаққан ерінге карандаш жақсы жатады. Помада еще более стойко тұрады. Сол себепті тоналка жағып аламыз. Одан кейін қараңыздар. Адамның өзінің контуры болады, ерінің. Одан кейін сыртында мынандай ақ контур болады. Еріңізді үлкейтіп келсе, осы ақ контур бойынша карандашты бояйсыз. Формасында өзіңізге қандай ұнайды, сондай қылып шығарып аласыз. Дөңгелеткіңіз келсе, дөңгелетесіз. Жоғары жағын кішкене қосса да болады. Тек мына ұшын ұшпырыш қылып жасап қоймаңыздар. Кішкене доғалдандырасыз. Доғалдандырсаңыздар әдемі шығады. Карандашпен ішкі жағында бояп жібереміз. Кейде просто карандашпен бояп жүре берсе де болады. Үстіне помада жақпай қойсаңыздар да болады. Карандашпен ернін сызып бояп алдық. Енді помада жағамыз. Өзіңізге қандай оттенок ұнайды, сол оттенокты қолданып бояй берсеңіздер болады. Тек карандаштың түсі бір тонға темне, немесе тон в тон аласыздар. Күнделікті макияжға көбіне осындай түстер қолданады. Более нюдовый цветтер дейді. Міне біздің күндізгі макияжымыз дайын болды. Сіздерге бәрі түсінікті деген сенімдемін. Ондай болса, келесі сабақта кездескенше.